Бәріне сәлем, бұл чат-бот сабағы. Бүгінгі сабақта чат-боттағы контентті талқылайтын боламыз. Инстаграмға подписчик жинау. Мысалға, сіз өзіңізге подписчик жинау үшін реклама шығартыңыз дейік. Сіз ол подписчик именно сіздің блогыңызға келу үшін оған қандай да бір лид магнит ұсынып жатсыз. Және ол лид магнитті беру үшін ол подписчик қандай да бір шартты орындау керек. Сіздерге мысал ретінде таргетолог эксперттің чат-ботын алдым. Ол кісі міне шарт ретінде отчет сөзін жіберуді ұстап тұр. Подписчик отчет сөзін жібергеннен кейін оған бірденен осындай хат барады. Алдымен подписчикпен амандасады және кез келген 150 мың, 300 мың теңге төлеп отыратын компания РНП отчетін сұрайды. Ал сен оны қалай жасау керектігін білесің бе? Білмесем, мен саған тегін сабақ дайындап қойдым дейді. Бірақ алдымен менің парақшама тіркеліп ал дейді. Және жаңағы подписчик осы тексеру тіркеліп, осы тексеру сөзін басқаннан кейін чат-бот подписчиктің тіркелген, тіркелмегенін тексереді. Тіркелген жағдайда уже сабаққа ссылканы береді. Ол подписчик осы ссылка арқылы телеграмға өтіп тегін сабақты ала алады. Бұл жерде осы воронка арқылы таргетолог эксперт өзінің инстаграм парақшасына және телеграм каналына да бірденен подписчик жинап отыр. Ал енді сіздермен телеграм ботта тегін марафон арқылы сату воронкасын қарастырайық. Мұнда эксперт Мұрат Сарман, таплинг тілді жасайтын маман эксперт, реклама арқылы өзінің телеграмдағы ботына адамдарды шақырып, бұл жерде жаңағы өзін таныстырады. Осы марафонда подписчик қандай пайда ала алады, соның барлығын жеткізеді. Кейін өзінің тегін сабақтарына доступ бере бастайды. Ең алдымен бірінші сабаққа доступты береді. Бірінші сабаққа доступ берілді. Кейін бірінші сабақты көріп подписчик үй тапсырмасын орындап, осы жерге жібергеннен кейін бұл кісіде екінші сабақ беріледі. Екінші сабақ берілді. Екінші сабақта мен сабақты қарау деп бастайды. Сабақты қарайды. Берілген тапсырманы орындап, осы жерге қайтадан жібереді подписчик. Тіпті осы тапсырмаларды орындауға қажетті материалдарды да беріп отыр осы бот арқылы. Осылай тапсырманы орындап осы жерге жібергеннен кейін уже үшінші сабаққа доступ ашылады. Үшінші сабақты қарап, тапсырманы орындап, өз бағасын алып, ары қарай воронка бойынша жылжиды подписчик. Төртінші сабақты бонус ретінде төртінші сабақты беріп отыр эксперт. Осы сабақтардың барлығын тексергеннен кейін эксперт уже өзінің үлкен курсын сата бастайды. Бұл жерде міне таплинг сайт жасау арқылы кем дегенде 150 мың айлыққа шығасың дейді. Және осы өзінің ұсынып отқан курсынан қандай нәтиже ала алады әрбір келген адам, осы тілданы таплинг үйренгісі адам не алады, сол өзінің курсының құндылығын жеткізеді, курсының бағаларын, пакеттерін ұсынады. Осы курсты сатып алатын жанға өзінің WhatsApp ссылкасын жібереді. Осы WhatsAppқа өту арқылы дальше уже продажа жүреді. Енді WhatsApp'тағы рассылка істеуді қарастырайық. Ая Әшібек, психолог, коуч, эксперті өзінің 3 күндік 2000 теңге тұратын марафонына адамдарды жабық инстаграм парақшаға жинайды. Ең алдымен осы марафонға қатысу үшін дайректте жаңағы чек жіберу керексіз, өзіңіздің телефон номеріңізді қалдыру керексіз. Кейін олар сізге WhatsApp арқылы шығады. WhatsApp арқылы шығып, олар уже осы чат-бот арқылы әрбір келген адамның данныйларын жинайды. Кейін марафон басталған кезде әрбір келген адамға сабақтың басталғаны туралы, прямой эфирдің
болатын бағыты туралы рассылка жіберіп, естеріне салып отырады. Мысалы, 30 минуттан кейін тікелей эфирге дайын болыңыз. Міне эфир басталды, эфирге кіріңіз. Эфирдің жүріп жатқанына 5 минут болды, осындай мәлімет беріліп жатыр, қалып қоймаңыз деген сияқты мәлімет беріп, рассылка істеп, әрбір подписчикті Инстаграмдағы жабық парақшаға шақырып отырады. Кейін осы Инстаграмдағы жабық парақшада уже өздерінің үлкен курстарына продажа ашатын болады. Чат-ботты товарный бизнесте қолдана аласыздар. Мысалға, кітап сату магазині болсын, киім-кешек сататын магазин болсын, жаңа келген клиенттен ол не білгісі келеді, сұрақ қою арқылы, одан жауап алу арқылы продажа істеуге болады. Бүгіндікке осы, келесі сабақта қандай чат-бот конструкторлары бар, соған тоқталатын боламыз. Баршаңызға сәттілік.